Достар, қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте оңай дайындалатын леденцы дайындайтын боламыз. Ыдысымызға изомальтымызды салып, баяу отқа қоямыз. Ерігенше араластырмаймыз. Диоксидтен қосамыз. Изомальтымызды бояп, қанық түс шығару үшін қосылады. Пищевой краскамызды қосамыз. Толығымен ери бастаған кезінде араластырамыз. Қосылатын қоспаның бәрін кондитерлік магазиннен алсаңыздар болады. Отымыздан алғаннан кейін біраз араластырып аламыз. Арнайы формамызға таяқшамызды қойып, үстінен құйып шығамыз. Изомальтымыз қатып қалған жағдайда қайтадан отқа қойып ерітіп, қайтадан жұмыс жасай беруге болады. Форма болмаған жағдайда силиконовый ковригімізға құйып, таяқшамызды қойып, домалақ формаға келтірсек болады. 10-15 минут суығаннан кейін артық жерлері болса алып формамыздан шығарамыз. Жаңадан жасаған кезде перчаткамен жұмыс істеуге кеңес бермеймін. Бұл өте қауіпті. Достар, видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп қойыңыздар.